Карен Армстронг деген. Соның екінші бір кітабы бар, діни фундаментализм. Сол жерде айтады, әлемдегі көптеген қантөгістер Құдайдың атымен жасалған дейді. Яғни адамзат өзінің кінәсін көбінесе Құдайдың атына жасайды. Не бұл менің тағдырым деп ақталуға тырысады, не Құдайдың бұйрығы деп ақталуға тырысады. Әйтпесе оның ары, жүжданы маза бермейді. Өйткені бізде қалып бар ғой, адам мынау жай ешқандай оқымаған, ешқандай бір дүние көрмеген, бір дүниеден хабар жоқ адамның өзі кейбір нәрсе айта алмайды, мынау дұрыс, мынау дұрыс емес. Өйткені адамда сана бар, жүждан бар, ар бар. Біздің дін ғалымдарының көбінесе арлы міне қарай кетуі, кемел адамға кетуі, толық иса адам деген мәселесі, нұрлы ақыл ыстық қайрат жыр жүректеп жүрген абайлардың, соның барлығы адамның ішін кемелдендіруге бағытталған. Сыртын қанша жуса да шөңбаған, ол сыртын қанша дінге келтіріп қойсаңыз да, формасы іші адам болмаса адам болмайды. Діндегі сыртқы форма ол просто символика. Сіз намаз оқып жүргеніңіз сіздің ішкі жан дүниеңіздің тазалығының символикасы. Ал егер сіз намаз оқып жүріп ішкі жан дүниеңіз арам болатын болса, ол намаз символика ретінде ғана қалады, құндылық ретінде қалмайды. Сондықтан да діннің сыртқы формасына қарап, киіміне қарап, сақал балағына қарап, намазына қарап, мешітке барып жүргеніне қарап адамға сенуге болмайды. Өйткені Шәкәрім айтады, қиянатың бар болса иманың жоқ, маған десе 1000 жылдай қыл ғибадат. Сен 1000 жыл намаз оқы, сен біреуге қиянат жасайтын болса, иман жоқ дейсің. Сондықтан да біздің діндарлық түсінік басқаша да. Біз адамдардың көбінесе сыртына қарап алданамыз.